Танамырза Тілемісұлы орта жүз Қаракерей елінің ішінде руы Жанайдан шыққан ел ағасы, болыс басқарушы және мырзалығымен танылған тарихи тұлға. Тананың әкесі Тілеміс түс көріп, түсінде шаңырақтан түскен найзағай танадай болып жарқырап келіп, қара қазанды қақ жарып жерге кіріп кетіпті. Түсінен шошынған Тілеміс абыз ақсақалға келіп жортса керек. Сонда қария: келіннің аяғы ауыр екен, найзағай жарқырап келіп шаңырағыңнан түссе, ақылды ұл дүниеге келеді. Қара қазанды қақ жарып танадай болып кіріп кетсе, қара қылды қақ жарған әділ би болады деген екен. Айтқандай Тілемістің келіншегі айы күні жетіп босанып, дүниеге ұл әкеліпті. Нәрестенің атын қоюға үйге келген ақсақал: аты Тана болсын, ақылды дана болсын, халқына пана болсын деп батасын беріп, баланың есімін Тана деп қойыпты. Танамырза негізі нағыз елден шыққан, ең соңғы Жарлы Жақыбайға дейін түгендеп, осы өлкеде барлығын бірдей теңгеріп, солай жүрген адам. Заманның тұлғасы ретінде, сол халықтың ортасынан шыққан адам, азамат ретінде елмен барын бөлісіп отырған. Бөліскенде бұл бүкіл Жанай елі оған көмектескен. Бауырлары ең негізгі, мысалы Манақбай деген бай болған. Осы мынау Кенесары оңтүстікте жапа шегіп кішкене әлсіреп қалған кезінде Танамырза сол Манақбайды ертіп барады. Манақбай 500 құрат береді. Мысалы, мен сол Манақбай тұрған жерде, Жәндікей қажы тұрған жерде тұрам. Жасымнан естіп өстім бұл әңгімелерді. Манақтың 1000 жылқы суғаратын құдығы бар. 3 құдығы бар. Сол 3 құдық мына Бөртістаған жазығында орналасқан. Оны ғалымдар келіп шет жағы көрді. Бұл энциклопедияға енген мықты сооружение, құрылыс енді. Әдемі құрылыс, 1000 жылқы су ішетін жазықта құрылысты көзіңге елестетші өзің. Мына жағынан келген жылқы су ішіп, мына жаққа шығып кете береді. Осының барлығы бұл Танамырзаның елге жерге деген қамқорлығы. Осының арқасында Танамырзаның бұлар үйісті, бірікті ел болды. Танамырза ешкімді жегізбеді. Заманында Тана туралы Тарбағатай өңіріне келген Лангали сияқты, Струбе сияқты, Карл, Григорий Потанин сияқты адамдардың бәрі жанында болып, әңгімесін тыңдап, бірге жүріп, таң қалып жазып кеткен. Бұл жерде ол кісінің беделі ерекше болған. Бүкіл шығыс аймағында біздің ертіс өңірі бар ғой, ұзын аққан ертіс. Мысалы, анау Шыңғыстау Қарқаралыға дейінгі артыда мына Қытайға дейінгі жерде ол кісінің енді ерекше бағаланып айтқан сөздері. Адамгершілігі үлкен жоғары адам болған, өте ақылды адам болған. Дау-дамайды жаңағы ретіменен шешіп отырған, әділімен шешіп отырған. Сосын кейін енді сол заманда бір нәрсе, бізге номадизмнің тоқтайтынын, соған нүкте қойылатын көшпенділіктің енді соңғы кезең екенін жақсы түсінген адам, және тұрлауы жоқ көшіп жүрген халықтың ертең жерінен айырылып сорлайтынын жақсы түсінген. Мысалы осы Көкпекті жерінде стан дейді, стан сол жерде болған, мына Алтай миссиясының бір станы. Соны алдын ала сезінген адам ғой. Бұқар жыраудың өлеңін есте түсірулеріңе болады. Осында ертең қазақтың жағдайы не болады, болмысы не болады қазақтың, руханияты не болады. Сондықтан соған қарсы қойған дүниелері бар. Бұл кісі қандай? Дінді жаңағы үлкен мәдениетке шығару, қазақтың бойына сіңіру. Ол кездер деген біздің қазақтың діні сопылық бағыттағы Нақышбанд тарихаты ғой. Шәкәрім қажының бойынан көруге болады. Бұрынғы үлкендердің, осындай адамдар. Содан кейін мына кәсіпкерлікпен айналысу. Өзі де соған мұрындық болған, соны көрсеткен адам. Тағы да қандай нәрсе бар? Отырықшылыққа көшу. Келген татар нуай ағайындарды қазаққа жазғызып, жаңағы отырықшы жасап, әр жерлеріне ауылдар ұйымдастырып, соған қазақтың отыруына ықпал жасаған. Болашақта қазақ жерді иемдену үшін, өз жерін өзі ие болу үшін отырықшыға айналу керек екенін түсінген. Күн сайын қарыштай ене бастаған қазақ даласын қанды шеңгелінде ұстауды мақсат еткен патша үкіметінің пиғылын түсініп, атқа қонған Тана Тілемісұлы 1834-1839 жылдары Сыбанқұл Ханғожин бастаған көтеріліске белсене қатысқан. Бұл жерде мырзаны жеке бастың мүддесінен көрі елдің келешегі көбірек алаңдатқанын
анық байқаймыз. Танамызда болысқана болған адам аға сұлтандық өткізбей тастаған. Кәдімгідей. Себебі танамы мына жер 19 ғасырдың енді бірінші жартысында ғой, алғашқы ширегінде. Осы жердегі тайпалар еркін болған. Қытайға да бағынбаған, орысқа да бағынбаған, екі жағынан да келген. Сонда мына не қалған? Бір қазақтың сөзі қалған: бодамды керей, бодамсыз керей деген. Жаңа мына біздің керейлер Зайсан жақтағы былай қарай Қытайға жатқан, бір бөлігі Қытайға қарап кеткен, жаңағы бір бөлігі жаңағы ешкімнің ықпалынсыз, сонда бодамды керей, бодамсыз. Тура осындай жағдай осы жерде де бар. Ана Қожагелді сияқты батырлар, Сыбанқұл төре, Тілеміс тананың әкесі. Осылар осы жерде енді ол кезде орыстың қаптап келгені жоқ. Орыстың келген Семей сияқты бекіністер салады да маңайына казактарды отырғызады. Ана Қарашек пен орыс шаруалары әлі крепостной құл. Олар біреудің меншігі, әлі келе алмайды. Сондықтан және мыналар жауынгерлік рухы бар әлі. Тойтарыс беруге болады деп ойлайды да, жаңа одан да енді нені тоқтатып отыр? Орта жүзде хандықты жойып жатыр 22-ші жылы. Одан кіші жүзде жояды 24-ші жылы. Міне осындай жағдайда мыналар енді соған наразы ғой. Қожагелді батыр қаза табады. Ана Сыбанқұлдың үлкен көтерілісі мына кісілер жақтаған. Соған белсене қатысқан. Бірақ енді артынан Сыбанқұл қаза тапқаннан кейін, көтеріліс басылғаннан кейін енді мәмілеге барған, компромиске еріксіз барады. Көрдіңдер ме? Онда ант беруі мүмкін, жаңағы Көкпекте округ ашылғанда. Сонда алғашқы аға сұлтандық қисық кезек ілуі болады. Одан кейін ана кісі болатын кезеңде жаңағы сонда шығады документ. Сонда айтылған. Бұл сенімсіз, себебі ана қазақтың ұлт азаттығын қолдайды, еркіндігін қолдайды. Сонда бұған сенуге болмайды деген. Заманның беталысын анық байқаған Сұңғыла Танамырза қарулы жасаққа қарсы шабу халықтың текке қырылуы екендігін ұғынып, орыс отарлауына қарсы күресте басқа әдістерді пайдаланады. Төңірегіндегілерге күштің білекте емес білімде екенін, қаруда емес кәсіпте екенін түсіндіреді. Осылайша өзі бас болып орыстың өнерін үйренуге, кәсібін меңгеруді жөн санайды. Алғашқылардың бірі болып Көкпекті маңына егін салдырады. Мектепті ашқызған, медреселер салғызған, елді отырықшылыққа үйреткен, өзінің жеке басыменен жаңағы қалай болу керек екенін қазаққа көрсеткен адам. Үлкен мәдениетті тұрмысы, европалық неше түрлі дүниелер таң қалып жазған Карл Струбе, Потаниндер. Сосын кейін малды енді капиталист нарық қатынастары ғой. Мал саудасына үлкен көңіл бөлген, егіншілікке үлкен көңіл бөлген. Осының барлығы енді кереметті адам. Өз жаңа айтып жатыр ғой ана жерде, паром түсірген. Ана Алтайдан Қанастан ел жылқы айдайтын болған. Малдарын айдап жаңа пароммен өткізетін болған ертістен. 1850 жылы Танамырза әртүрлі жұқпалы аурулардан елдің өліп жатқанын, оған жергілікті үкімет адамдарының немқұрайлы қарап отырғанын айтып, Семейдегі басшылыққа шағымданады. Осыған байланысты Көкпекті өңірінен дәрігерлер даярлайтын училище ашып беруге өтініш білдіреді. Өтініші 1854 жылы қанағаттандырылып, Көкпектіден фельдшерлер даярлайтын тұңғыш оқу орны училище ашылған. Танамырза Тілемісұлының қоғамдық саяси қызметі, мемлекеттік қызмет туралы негізгі дерек көздері бұл отандық және ресейлік архивтер. Оның ішінде Алматыдағы Қазақстанның орталық мемлекеттік архив мұрағатында жеке іс сақталған. Бұл кісінің дермен құрылысына рұқсат сұраған Қарғабаның бойында. Ол 1919 ғасырдың 40 жылдарына қатысты құжат. Осындай деректердің екінші бір бөлігі ол кісінің марапатталуы Ресей империясының деңгейінде, формулярлық тізім дейді жаңағы болыс ретінде, халық заседатель ретінде, сондай-ақ ауыл старшын ретінде атқарған қызметтерінің мағлұматтары архив қорларында сақталған. Бұл конференцияның құндылығы сода елдің ауызша деректер, ауызша тарихнама деген бар, айтылған тарих дейді. Бұл устное, сол айтылған тарихпен тарихи жаңағы архивтік мағлұматтардың, мәліметтердің, құжаттардың қабысуы толыққанды картинаны көрсетеді. 19 ғасырдың екінші жартысындағы өмір сүрген өңірлік деңгейде
сондай-ақ бүкіл қазақтың жаңағы шетел саяхатшыларының жазбаларында көрсетілуі, сондай-ақ халықтың алдындағы ауыз әдебиетінің деректерінің барлықтары бұл кісінің тұлғасын не қылады. Жалпы Тана Тілемісұлының тұлғасы бұл өте терең зерттеуді талап ететін тұлға, себебі өте көп халыққа арасында беделі болғандығы, оның әлі мысалға империялық құжаттамалар хаттамайтын мәселелер бар ғой. Оның саяси сенімділігі тұрғысынан, яғни империялық мұраттарға сол тұрғыдан алған кезде бұл зерттеулер жаңадан басталып жатыр. Құжаттар жеткілікті деңгейде жаңағы Ресей архивтерінде, оның жаңағы бұрын Омбы мемлекеттік архиві, сондай-ақ Санкт-Петербургтағы Ресей мемлекеттік тарихи архивінде осы құжаттар қорлары сақталған. Тарихшы Қанат Еңсенов 2022 жылы Омбы архивінде жұмыс жасап, қазақтың 18, 19 және 20 ғасырдың басындағы көрнекті тұлғаларына қатысты тың деректер тапқан. Солардың арасында Тана мырзаға қатысты мәліметтер бар. Орыстың саяхатшы зерттеушілері Григорий Потанин мен Карл Струве сөзге шешен, дала заңдары мен дәстүрінің білгірі, әділ би ретінде бүкіл Зайсан жазығы өңіріне атағы кең тараған. Тіптен Алтайдағы қазақтардың өзі даулы мәселелерін шешу үшін үздіксіз келіп жататын деп баға берген. Орыс билігі ол уақытта Тана мырзаны өте іскер, шапшаң, жаңағы сергек жүретін адам ретінде бейнелеген. Сонан кейін осы жаңағы экспедицияларды қарсы алғандығы туралы айтылады. Сонан кейін сол жаңағы болыс басқарушылардың ішінде озық, танымал тұлға ретінде аталады. Тана мырза 39 жасында болыс сайланған. Бірақ ел арасында азаматтық ұстанымы, қарақылды қақ жаратын әділдігі, жомарттығымен танылып, төре тұқымы болмаса да елге жайлы басшы бола білген. Тіпті өзіне қарсы әрекетін анық байқаса да, сол кездегі орыс билігі берген мінездемесінде Тана Тілемісұлы 39 жаста ақылды және жомарт деп жазған. 65 жас саналы ғұмырында бүкіл өмірін осы халықтың мұң-мұқтажын шешуге, оны ұйымдастыруға, халықтың көзін ашуға, жандай қоғамдық қызметінде мысалы 7 мешіт, 7 медресе салса, саяси қызметінде Көкбөкті округіне қарасты 15 болыс елдің ішінде Мұрын Назар болыстығының болыс басқарушысы ретінде қызмет атқарған. Кезінде Көкбөктінің алғашқы аға сұлтаны Қисық Тезеков болса, сол төңіректе бірге қызмет жасап, осы елге өте танымал, жанашыр, сондай тұлға болған атамыз. Сол Тана мырза тарихи деректерге нақты түскен, тарихи дара тұлға екендігі анық. Бірінші деректер мысалы саяхатшы Александр Влангали, Адольф Янушкевич, Григорий Потаниндардың келген саяхат жаңағы экспедициясындарында жолығып, сонда жол бастап, құрмет қылып, оларды шығарып салып, сонда Шәуешекке дейін Потаниндарды бастап келгендігі тарихи жаңағы сапарларында жазылып қалған. Ал енді ел ішінде, ел басқаруда өте мәрттік, әділдік, сондай жомарттық танытып, халыққа қамқор болған, алашқа пана болғандығы рас. Жетісудың шығысындағы Итішпес Алакөлдің бойында Тана атамыз жайлы көптеген аңыз сақталған. Соның бірі мынандай. Атақты ағадай төре інісінен айырылып қап, жастай өтіп кеткен екен дүниеден, қайғы жұтып, теріс қарап жатып қалыпты. Осы кезде Тана би атамыз келген екен. Есіктен кіре, «Ау, төре! Тәңірден бұйрық келсе, тас түгілі тауда құлайды, кәрі түгілі жаста сулайды. Қанаты бүтін сұңқар қайда, тұяғы бүтін тұлпар қайда. Інің дауылпаз боп ұшып, белге кетті, алағаз боп ұшып, көлге кетті. Аса алысқа кеткен жоқ, бәріміз баратын жерге кетті. Қан қайғы жұтса да, уайымын елге білгізбес. Жұрт көңіліне осал деген күдік сөзін кіргізбес. Шығатын төрің бар, қабағыңды бағып, келіп тұрған елің бар. Тұр, аралас мына қалқыңмен деген екен. Сонда
жастықтан басын алған Ағадай төре: ай Танабиім мырзай, мен тұрмайын деп жатырмын ба? Тұрғызатын сөз айтылмады ғой, сен келмедің ғой деп құшағын ашыпты. Сөйтіп Танаби атамыз Ағадай төренің жадаған жүрегін жұбатып, жылуы кеткен жанына жылу құйған екен дейді. Танамырзаның тағы бір ірі күрескерлігі халықты ағартушылық білімге шақыруы. Мұрағат құжаттарында оның Көкпекті, Қараөткел, Қаражар, Ақ мектеп мешіттерін салғандығы туралы айтылады. Дегенмен көнегөз қариялар Көкжайық, Құйған мешіттері туралы деректерді де алға тартып отыр. Осы мешіттерде оқыған балалар орыс тілінде қатар меңгерген. Олар одан ары Семей, Өскемен, Орынбор, Омбыға дейін барып, білімдерін толықтырған. Патшалық Ресей отарлау саясат аясында шоқындыру саясаты жүргені белгілі. Осыны білген, осыны анық сезген бабаларымыз осы шығысты өңірінің өзінде Шыңғыстау, Қарқаралы жақтарда Құнанбай қажылар қайраткерлік жасады. Аягөз жақтарда Ақтанберді жыраулар қайраткерлік жасады. Көкпекті, Ақсуат, Зайсан жақтарда Танамырза үлкен жұмыстар жасаған. Ол заманда мешітті халықта сол заманның атқамінерлерде рухани, тәрбиелік оқу орны мектеп деп қарастырған. Совет өкіметі келгеннен кейін, Совет өкіметі заңнан кейін мешіт пен қоғамды бөліп қарастырады ғой. Ол заманда мешітті ағартушылық орын ретінде қарастырылып, білімді, діни білімді де, дүниелік білімді де қатар меңгерген ұстаздарды, қожаларды алып кеп үлкен ағартушылық жұмыс жасаған. Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп, еңбек еткен дала данасының даралығын өскелең ұрпаққа насихаттап, есімін қайта жаңғырту ісі Танамырзаның туған жерінде басталды. Алашқа тұлға болған Танамырза атты тарихи танымдық, мәдени рухани шараның ұйытқысы Ақсуат ауданының тумасы, белді кәсіпкер, белгілі меценат Кәкен Тоқтаров. 22 жылы бастады осы Танамырзаны ұлықтасақ, осы атамыз кезінде осы Ресей мемлекеті патшасы кеп осы Қазақстанға кіре бастап, шіркеулер соғып, мына қақастар, буряттар қысап, бізді сол кіргізу мақсатында шіркеулер 1 жылда 17 шіркеу соққан екен. Сол кезде Стан атамыз шығып, біз мыналардың дініне кірсек, бүкіл байлық тілімізден бәрінен айырыламыз деп, біз ислам дінін алып мешіт соғымыз керек деп қоймай жүріп, 2 жыл жүріп, лицензия алып 1848 жылы мешіт соғыпты. Кейіннен бұл кісі Совет үкіметі келді, ұлықталмай қалды, дін жоқ деді. Бұл кісінің салған медресе мешіттердің бәрін құлатты. Бала кезімізде мен осыны ойлайтынмын, осыны ұлықтап халыққа танысақ деп. Баба есімін ұлықтау ескерткіш қоюдан басталды. Ақсуатқа кіре беріс күре жолдың бойында еңселі ескерткіш мен мұндалап көзге түседі. Тастан қашалған алып мүсін Тана Тілемісұлының тектілігі мен мырзалық бейнесін анық көрсетіп тұр. Бұл кісінің суреті сақталмаған, суретке түспеген, архивтерден көп қаралды, табылмадық. Енді осыны қалай саламыз деп соң ойланып, соң жаңа Потанин жазғаны бар, соң ұрпақтары бар. Мынау Айғали деген жігіт, Назар ағамыз бар. 5-6 адамның суретін бердік. Жаңағы суретші қарап отыр, біреуінің бет әлпетін алды, домалақ құрғылына қазақтардың бет әлпетіне жақсы ұқсайды деп. Жаңағы біреуінің мұрнын келтірді, біреуінің көзін келтірді. Сөйтіп осы мүсінші осыны құрап шықты. Сосын енді суретші. Сосын мен суретшіге айттым, бұл кісі өте бай, өте бұл сол заманда осы Жанай руларын алып ән шыққан Жанай сер, Жанай сылқым деген өте бай. Осы үлкен кісілер бұрындар айтатын, Жанайдың көші келе жатқанда бұрылып барып қызықтап қарап тұратынбыз деп. Соған сай осы киімін де осылай келтір дедік. Жаңа суретші жақсы түсінді. Мына киімнің бәрін кигізіп, мына бөркінде дейін, бөркінің ана төбесіндегі жасылын шығып тұрған айтты, мына бөркінің әдемі шығып тұрсын деп. Соны салып берді, әдемі шықты. Суретке қарап тұрып мүсінін жасаттық. Енді мүсінді қалай жасаймыз дегенде өте әділ таза би болған. Сондықтан осы қамшы ұстап тұрғанын қаладық. Үлкен ақылдастар алқасында да ақсақалдар да осы дұрыс қамшы ұстап тұрсын деп, соны қамшыны ұстатып қойдық. Өз заманының озығы
көреген көсемнің бүгінгі тойына еліміздің түкпір-түкпірінен қоғам қайраткерлері мен тарихшы ғалымдар, әдебиеттанушы өнер саңлақтары, ақындар арнайы келіп қатысты. Солардың бір қатары ескерткіштің ашылуында сөз алып, Тарбағатайдың теріскейін дүбірге толтырған шараның Тана есімін асқақтатуда зор үлес қосқандығын атап өтті. Жер дауы, жесір дауы, мал дауы тәрізді мәселелердің шешуге үнемі Тана мырза қатысып, өзінің тура билігімен көзге түсіп отырған. Қазақ елінің тарихында Абайдың "Айттым сәлем қаламқас" өлеңі мен әнін білмейтіндер кемде кем. Көнекөз қариялардың айтуынша, Өскенбай ұлы Құнанбайдың Тана мырза бабамызға келген бір сапарында әкесімен бірге келген сол кездегі 18 жастағы Абай Тана мырзаның қызы әрі сұлу, әрі инабатты Тұржанға көңілі ауып ғашық болған. Кейін осы "Айттым сәлем қаламқас" өлеңін шығарғаны тарихи негізге бар шындықтар. Бүгін міне ауданымыздың көрнекті жерінен кіреберіс сол жағалауынан келушілерге мен мұңдап тұрғатын тамаша ескерткіш бой көтерді. Аумағы абаттандырып, безендендіріп, Ақсуаттың көрікті де тарихи орындарының біріне айналып шыға келді. Тана мырзаның қайраткерлік, азаматтық болмысын ашып көрсетуге бағытталған республикалық ғылыми конференцияда сөз алған Семейдегі Шәкәрім, Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық, Астанадағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінен келген профессор ғалымдар нақты тарихи деректерге тоқталды. Дегенмен әлі де зерттеу жұмыстарын жалғастыру, соның ішінде Қытай мұрағаттарын ақтару жайы сөз болды. Өйткені кейбір деректерге көз жүгіртсек, Тананың аспан асты еліне барғаны жайлы да айтылады. Одан бөлек 1858 жылы Лепсі аймағының Шұбарағаш жерінде өткен Орыс-Қытай шекарасын бөлу жөніндегі комиссияның мүшесі болып, шекара бөлісу туралы маңызды құжатқа қол қоюшылардың бірі болғаны тарихтан белгілі мәлімет. Ең шығыс шежіреге толар тасы, жататын сырды бүгіп жонарқасы, өзіне қайтайланып келе берем, арадай сенде қалған омартасы. Өзіңде талай-талай өткен сері, бұрымы қыздарыңның бестемшелі, алғыстың айдынында жүзіп өткен, және де аз болмаған кешкен соры. Орманды, қайыңды мен қарағайлы, көрмесем шер бүйігім тарамайды, қаламды қара түнге малып алып, жыр толғап кете бардым Тана жайлы. Даласы бетегелі күрең селі, төсінде сауық құрған кілең сері, Найманда Нұрын атты ел ішінде есімі Тілемістің тұрең селі. Ақсуат қасиетті қоныс болған, жетпесте елі барда жеңіс қолдан, баласы Тілемістің Тана мырза сайланып жастайынан болыс болған, мал бағу маңдайынан есіп болған, халқына жол көрсетіп көшіп қонған, ұрпақтың санасына сәуле шашып, сан жерде мектептер мен мешіт салған, жаратқан сәуле құйған санасына, қазақтың міндет артып баласына, патшаның үкімімен Қазақ-Қытай шекара сызық салған арасына, қайтқан жоқ ол сапардан шат көңілмен, көңілі жусаннан да пәс көрінген, қара қазан екі айырылған елекен ғой, Тілемістің түсінде қақ бөлінген. Болғандай көрінгенмен тосын бәрі, қайманға қазақ көз шашылмады, бөлініп қалған елдің бір қыз едім, кеп тұрмын қалың елге қосылғалы. Бұл тарих емес, ол қау есепте жасалған әділ шешім, дау есепке, қазақтың ол жақтағы халін біліп, бір кезде барып қайтқан шәуешекке. Мен қалай берілейін қайғы мұңға, таң қалдым білген кезде жайдымына. Толқынға қарсы жүзген Тана мырза, ертістің паром салып айдынына. Бір түспей арқасынан арман жүгі, Найманның ғұмыр кешкен талған дұлы, көп жайды аңғартады, Құнанбайдың Танаға сәлем бере барғандығы. Зар толы, талай құспен күзді өткөрдім, соңында қайтқан қаздың тізбектелдім. Тананың бір ұрпағы әнге айналған, сіңілісін қаламқастың іздеп келдім. Ұқсаса теріп әкеп гүл берейін, өзімде тотық ұстай түрленейін. Көкпөкті мырза жайлы сен сөйлеші, Ақсуат сен жырлашы, үндемейін. Ұрпағы ұлыларын ұлықтаса, байлыққа құратаққа құнықпаса, елдікке,
қорған болар кейін күлге, ерлігін қылғанысын ұмытпаса. Ерлігін қылғанысын ұмытпасын, ұмытса салтқа да сын, ғұрыпқа сын. Ұрпағы оғлан елдің Кәкен мырза орнатты еңселетіп құлыптасын. Жұлдыздай жарқыраған дара сырлы, өмірге ұрпақ келгей танасынды. Абызым ақ найзағай рухыңменен жүргейсің панаң алып. Рахмет. Бұл қазаққа есімі етене таныс Мағиза Құнапияқызы деген ақын. Арғы беттен атажұртқа ат басын тіреген қандасымыз Тана мырзаға арналған ақындар мүшәйрасында бас жүлдені жеңіп алды. Жалпы бұл мүшәйраға 100-ге жуық ақын өзінің өлеңдерін жолдаған. Соның үздік деген оны Ақсуатқа шақырылып, өз өлеңдерін оқыды. Бабамыздың өзі әділеттің ақ туын көтерген, ақиқаттың алдаспаны болған, мырзалығымен танылған болғаннан кейін бұл қазылар алқасына да біз шарт қойдық. Біз яғни олардың алқасына тек қана өлеңдерін апарайық. Яғни өлеңге берсін. Содан кейін сол арқылы кейін жүлделі орындар белгілі болған кезде авторын ашамыз деп. Тура солай болды. 100-ге жуық өлеңнің ішінен ең үздік деген, яғни оның тақырыпты ашуы, көркемдігі, оның жаңағы мазмұны, ақындық шеберлігі, көркемдеу құралдарды қолдануы, тың ойлардың келуі, яғни барлық жағынан жаңағы ақындардың өлеңдерін қазылар саралады. Әрине біраз уақыт саралады, өйткені бірінен бір асып түсетін өлеңдер өте көп келді, өте қиын. Сондықтан жаңағы ат бәйгесінде кейде құлағы бұрын келді ма, тұяғы бұрын озды ма деп өлшеп жатады ғой. Бұл жерде қайта-қайта саралауға тура келді қазылар алқасына. Тана мырза туралы деректерді жазбалардан, желіден, көп жерден оқып жүрмін. Жалпы бала кезден де біздің құлағымызға таныс. Себебі Тана мырза ертіске паром салған адам ғой. Біздің бала кезімізде әке-шешелеріміздің тұтынған өнімдерін айтып отыратын. Бұл ертіс жақтан келетін пароходпен. Сол паромнан келген затты алатынбыз деп. Соның мен осы жаққа келгеннен кейін Тана мырза туралы шығармаларын оқығаннан кейін сол адам екенімді тіпті таңғалдым. Екіншіден біз екі жарылып қалған елдің ұрпағымыз ғой. Сол шекараның сызған адамда Тана мырза екендігін естігеннен кейін маған қатты қызығушылық болды. Бұны мен мүшәйра үшін жазған жоқпын, жүрегімнен жарып шыққан дүние бірден мен жазылды. Солайынан алып келдім. Тана мырзаның есімі бергі бетте ғана емес, есі жалпы арғы бетте қазақтарға да кеңінен таныс есім, бірақ дәріптелуі кеш болып жатыр деп ойлаймын. Бірақ кештен кеш жақсы дейді ғой. Енді тіпті де арғы беттегі адамдардан тағы да деректерді жинауға мүмкіндік болды деп ойлаймын. Мүшәйрада жүлдеге іліккен 10 ақынның ешқайсысы құр қолға айтқан жоқ. Бас жүлде 800.000 теңгеден бастап бірінші орынға 550.000, екінші орынға 450.000, үшінші орын 2 адамға 300.000-нан, қалған 5 ақынға арнайы жүлде 180.000 теңгеден табысталды. Бұдан бөлек баба рухына бағышталып Құран қатым түсіріліп ас берілді. Аудан орталығында каскадер, шығыс жекпе-жегінің шебері, рекордсмен Жамали Диханұлының шоу қойылымы, театрландырылған сахналық көріністер және өнер жұлдыздарының қатысуымен гала-концерт өтті. Тана мырза туралы біледі, Ақсуат халқы жалпы, бірақ ұлықталмай осы күнге дейін ел аузында ғана болған сондай бір шара болатын. Енді міне бүгін ақ түйенің қарны жарылып, мінекей үлкен іс-шара болып жатыр. Ақсуат өңірінде бүкіл Ақсуат халқы қуанып жатыр. Сондай атаның ұрпағы болғанымызға біз өзіміз үлкен мәртебе санаймыз. Бабаларының ұлықтау шарасына еліміздің әр қиырынан Тана мырзаның тікелей ұрпақтары да жиналды. Ата есімінің қайта жаңғырып жатқанына қуаныштарын жасырмаған олар тойдың ортақ екендігін айтып, ауқымды істің ұйымдастырушысы әрі демеушісі Кәкен Тоқтаровқа дүйім елдің алдында ат мінгізді. Менің қасымда тұрған шапан, баба шапаны, Тана мырза Тілемісұлының шапаны. Бұл шапан 2018 жылы жаз мезгілінде экономика ғылымдарының профессоры Әбсәләмов Нәдірбек ағамызбен
Мұхтар Қарпықұлы ағаларымыз бастап, және де осы кісінің жиен ұрпағы болып келетін Тұрдыхан Шерияздан қызы деген апамыз әкеліп табыстаған болатын. Тұрдыхан апамыз атамыздың 5-ші ұрпағы болып келеді, яғни шөбересі болып келеді екен. Қазақ халқы өзі ырымшыл халық қой. Сол ырымға сенсек, тәбәрік ретінде көп жері бүлінген екен. Себебі бала ұрса, жаңағы бұл шапанды сол балаға төсеп ауырған жеріне сөйтіп ырымдаған екен. Сөйтіп екіге бөлініп, ұрпақтары екі бөлікке ұстап жүрген. Кейін бұл екі бөлікті қайтадан бір-біріне қосып, қайтадан осы музейге өткізуге арнайы алып келген. Ішіне түйе шудасы салынып, Қытай жібегінен тігілген бұл шапанға 2 ғасырдан аса уақыт өткен. Заманында би, болыс сұлтандардың ғана қолы жеткен қымбат киім үлгісі жаз мезгілінде киюге арналған. Бүгінде бабамыздың қолының табы тиген затынан қалғаны жалғыз осы бұйым ғана. Алайда артына қалдырған ең құнды байлығы мен мұрасы бұл емес. Ел үшін жасаған қызметі, еңбегі бағалы. Кейінгіге өшпестей із салып, ғасырлар өтсе де санада жаңғырып тұрған Тана Мырза есімі келешек ұрпақ бой түзейтін темірқазығы болып қала бермек. Уа ұрпағым, сендердің алаңдарың елдің тірі екенінің белгісі. Қорықпаңдар, бірақ ұмытпаңдар, ұлтты сақтайтын қару емес, ұят пен намыс. Елді тек мінбер ұстап тұрған жоқ. Елді ұстап тұрған адал еңбек, таза ниет, жауапкершілік. Ағы мен қарасы араласып, аласапыранға салған, қағынан жерітіп, қалпынан айырған мына құбылмалы дәуірде. Өз тіліңде ойласаң, өз жеріңе қызмет етсең, сен де қайраткерсің. Бізге дейінгі, бізден кейінгі толқында толқын қазақтың қанындағы от. Жүрегіндегі қайрат әр қайсыңның ойыңда бар. Соны жоғалтпай, соны қарашықтай сақтау міндетің. Бабалар алдында ұятты, балалар алдында қара бет болмасқа. Тәңірім азамат басына көтер алмас бейнет, мойнына орындай алмас аманат жүктемейді. Соны сезініп, табан таймай, еңсе түспей, беттен жаңылмай, өттен жарылмай алға басу керек. Біздің де заман балдай тәтті болған жоқ. Тастай қатта, алды тұманда, арты күмәнді болды. Түсіміз қашып, түн қатып жүріп, елді біріктірдік. Ұрпақ кеудесіне шырақ жақтық. Қолдан келер қайранды қылдық. Қайрат жетер майданға кірдік. Кіндігің байланған отаның, қаның ортақ халқың болмаса, тірлігің далмаса, басың бақыр. Мен елді аман сақтадым, ал сендер рухты аман сақтаңдар.